Бұл фото әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Түрмеде аста-төк дастархан басында отырғандар арасында полицейлер де бар деп жазды Экспресс-ка сайты. Абақтыда манты, суши, пицца таратса, қылмыс жасаудың өзі бір ғанибет қой. Фото Қарағанды облысы Балқаш түрмесінде түсірілген. Суретті Facebook әлеуметтік желісіне Руслан Лазута есімді қолданушы жариялады. Видеоның сапасы нашар, дегенмен ұйықтап жатқан тәртіп сақшысын көруге болады. Олардың есімі әлі белгісіз. Тамақ демекші, уақытша тергеу изоляторында мейрамханадағыдай ауқаттандырады екен. Таңғы асқа жұмыртқа ботқа шай, түскі асқа сорпа мен екінші ас, ал кешкісін 2 түрлі тағам ұсынады. Бір кемшілігі, асты өзің алып кетуің керек. Адамға не істесең де жақпайсың. Түрме аумағына есірткі лақтырмақ болған Шу тұрғыны ұсталып қалды. Ол есірткіні қылмыстық кодекстің 99 бабы кісі өлтіру ісі бойынша жазасын өтеп жатқан досына бермек болған. Жас жігіт қылмысы үшін 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жағымсыз ақпаратпен миыңызды ашытқаным үшін кешірім сұраймын. Бұл